Екінші үй. Сапары бұған дейінгідей оңай болмасын ұққан Майкл жүрісін жылдамдатты. Әлі келеді. Үйдің көрінетін түрі жоқ. Ал керек болса. Алыстан екі жол көрінді. Қалай қарай жүру керек? Оңға ма, солға ма? Оның үстіне соңынан қалмай біреу ілесіп келе жатқандай. Майкл екіге бөлінген жол айрығын дәл ортасына келіп тоқтады. Қайсысын таңдасам екен? Сол кезде рюкзагында карта бары ойына сап ете қалды. Ол жол жиегіндегі шөпке отыра кетіп сөмкесін ақтарды. Фу! Не деген жағымсыз иіс. Рюкзагінен шыққан қолаңса иіс өкпені қапты. Не шіріп кетуі мүмкін? Майкл сөмкесін жерге ақтарды. Көгеріп иістеніп кеткен көкперіштенің үйінен алып шыққан тәтті тоқаштар екен. Үйден шыққаны жаңа ғана. Тоқаш құдды бір жыл жатып көгергендей болып кеткен. Мұндай сүт пісірім уақытта етті иістенбес. Қызық. Майкл жалма-жан картаны қолына алды. Қайта тоқаш картаны білдірмепті. Жерде жатқан тоқашқа мыңдаған құрт-құмырсқа келіп таласып тармасты. Сырттай қарасаң, тура қаладағы көлік кептелісі сияқты. Жыпырлаған құрт-құмырсқа тоқашты тауысты. Сосын соңғы қиқымға таласып, бір-бірін өлтірді. Билік пен ақшаға таласқан адамдар секілді. Сол сәтте Майклға көкперіштенің дастарханнан тамақ же, тек өзіңмен ештеңе алушы болма деген есіне түсті. Бұл Майклға мәңгілік сабақ болды. Артындағы ағаш бұтақтары сықыр еткенде Майкл селк етті. Кім бар? Деді Майкл дауыстап. Жасыл түсті сұлба өзіне қарай шауып келе жатқандай. Майкл заттарын жинап алға қарай жүгірді. Жүгіріп келе жатып, картаны ашты. Өзгеріссіз. Баяғы қызыл нүкте қозғалмаған. Көк, не мынау? Көмек береді дегенің қайда? Деп жыламсырады. Картаға мұқият қара, Майкл. Жылдамдат. Деген көктің даусы естілді. Майкл картаға қарап еді. Маңдайынан бір тамшы тер тамып кетті. Қызыл нүкте жолдың қиылында тұр. Және оңға қарай белгі тұр. Рас екен, карта өзгеріпті. Ол оңға қарай жүгірді. Жасыл құбыжықта соңынан қалмай қуып келеді. Биік төбеге көтерілген соң, ентігін басқан Майкл артына көз салды. Жасыл жұлым көрінбеді. Есесіне жарқырап қызғылт сары үй тұр. Қызғылт сары үйдің алдында періште күтіп тұрды. Бұл құралдар мен сыйлықтар үйі еді. Амансың ба, Майкл? Келгеніңе қуаныштымыз. Біз сені күттік. Армыз. Майкл демін баса алмай артына қараумен болды. Соңынан құбыжықтың не үшін қуғанын түсіне алмай елек. Артымнан ере ғой. Қызғылт періште де алдыңғы періштелерге қатты ұқсайды екен. Бойлары да, қанаттары да, тек түсі басқа демесең, бірдей. Бәрінен мейірімлеп еседі. Негізінде біз бір отбасымыз, деді қызғылт. Адамның ойын оқып қоятын ұмытып кете берем. Кешіріңіз. Қызғылт сары кілт тоқтап Майклдың бетіне қарап тұрып. Кешіріңіз, бізді мақтағаныңа кешірім сұрап тұрсың ба? Әлде ұлылығымды еске салғаныңа ма? Жоқ, біздің мейірімді сезінгеніңе ме? Періште жымиды. Майкл періштеден
соңынан қуған құбыжық туралы сұрағысы келді. Бірақ барлық сұрағыңа жауап бере алмаймын, деп періште бұрылып алға жүре берді. Жауап бере алмайсыз ба? Әлде жауап бергіңіз келмей ме? Сіздің білетініңізді білем. Артымнан қуып жүрген не? Қашан айтасыз? Майкл сұрақтың астын алды. Бәрі сен ойлағандай емес, Майкл Томас. Сосын бетіне тіке қарап тұрып, сен негізі менен артық білесің, деді періште. Ол мені күтіп тұр ма? Иә. Періштелер әлемінде құбыжық не істеп жүр? Оның да сен сияқты осы жерде жүруге хақысы бар. Маған зиян тигізуі мүмкін бе? Иә. Одан қорғана аламын ба? Иә. Маған көмектесе аласыз ба? Сол үшін жүрміз ғой, Майкл жанау. Періштенің жауабынан кейін Майкл сәл де болса сабасына түсті. Сабыр сақтайын. Періштелер жауабын білсе, мен де білермін. Жаңа ғана картаны баланың ойыншығы көріп едім, бірақ сол карта өмірімді аман сақтап қалды. Сол сияқты қайыры болар, деп ойлады Майкл. Тұрған су борсиды. Ағын өзен таза болар. Құдайға ағын өзендей жандар керек. Адамдар өкінішке орай тас қараңғы бөлмеге кіріп алады да шығудан қорқады. Шықса да қолға шам алып, сол шамнан көз алмай жүрем деп оңбай құлайды. Егер шамды қолына ұстап, жан-жағына қарап жүрсе, жарық бөлмеден талай дүние көрер еді. Майклдың ойын ұққан періште осылай жауап берді. Сіздерде уақыт өлшемі қандай? Біз үшін болашақта өткенде жоқ. Мысалы, сендер уақытты түзу сызықпен қозғалғандай сезінесіңдер. Бізде олай емес. Уақыт сағат тілінің айналғаны секілді. Ал қозғалысты қамтамасыз ететін қозғалтқыш орталықта орналасқан. Яғни біз дәл қазіргі уақытпен өмір сүреміз. Ал адамдар түзу сызықта өмір сүргендіктен әрдайым не өткеніне, не болашағына қарап алаңдаумен болады. Сол себепті қазіргі уақытын тек өткізіп алады. Сендерде осы сәтте болу, әр сәттен ләззат алу емес, алға қарап әрекет ету режимі жұмыс жасайды. Бұл төмен вибрациялы өлшемдегілерге тән құбылыс, деді періште. Не деген көп ақпарат. Майкл барынша түсінуге тырысып бақты. Міне, бөлмеңе де келдік. Қызғылттың да үйі көктің үйі сияқты сыртынан шағын көрінгенімен іші кең, өте әдемі екен. Ертең сабақты бастаймыз. Асхана сол жағыңда. Жуынатын бөлме оң жақта. Асың да дайын, деді де қызғылт есікті тарс жапты. Періштенің қоштаспағаны Майклға біртүрлі көрінді. Періште болса да әдеттен жұрдай ма, қалай өзі, деді Майкл іштей. Әдеттегідей жайнаған дастарханнан тойып түстеніп алды. Қызғылттың үйіндегі тағам салынған ағаш ыдыстар шеберлікпен өрнектеле жасалған екен. Қызық. Мен бұл үйден тек бір періште көріп тұрмын. Бірақ тамақ дайындап, ыдыс жуып, бақты баптап жүргендер де бар ғой. Олар маған көрінбейді. Мен білмейтін тағы қандай құпия бар екен, деп ойлады да 2 күн бойы дәретханаға бармаған есіне сап етті. Мәссаған, періштелер мекенінде дәретхана мүлде жоқ. Әрі барғында келмейді. Ойпырмай-а, деп таң қалды. Таңертең оянған Майкл ерекше күш-қуат сезді. Ол таңғы асын сүйсіне отырып жеді. Байқайды, бұл жақтағы тағамда ерекше бір дәм бар. Періште Майклдың ойын оқып, былай деп жауап берді. Бұл тағамдар төмен вибрациялы өлшемді жақта болмайды. Құрамына барлық өлшемге ортақ рухани қоспа қосылған.
адамның дәретхананы қажет етпейтін сондықтан. Сондай-ақ бұл тағамдарда сақтау мерзімі деген болмайды. Яки ертеңге, не ертеңгі күнге сақтауға келмейді. Ас тамақтану алдында даярланады. Егер сен осы жерден алып кететін болсаң, тағам ыдырап жоқ болып кетеді. Оған көзім жетті, деді Майкл, кешегі иістеніп кеткен тоқашты есіне алып. Майкл мен періште қонақ бөлмелерінен шығып, үлкен аренаға келді. Қасиетті сый мен құралдар үйіне қош келдің, ақжүрек Майкл. Кел, жайғас. Бұл үйде бірталай уақыт боласың. Майклдың оқу процесі расында ұзақ, 3 аптаға созылатын болды. Сен вибрация деңгейіңді біртіндеп арттырасың, Майкл Томас. Алдыңда кездесетін қиындыққа төтеп беруге көмектесетін құралдарды осы үйден аласың. Ниетіңе сай, бұл құралдар саған тиесілі. Бұлардың қалай жұмыс істейтінін үйренбейінше, келесі үйге жете алмайсың. Діттеген өз үйіңе де бара алмайсың, Майкл. Майкл үйіне оралу үшін қызғылт үйреткен ілімді барынша санасына тоқуға тырысты. Бұрын білмеген ақпараттарды санаға сіңіру оңайға соқпады. Бірақ Майкл барынша тырысып бақты. Періште адамның жерге бір емес, бірнеше келетін, әр келген сайын сабақ алып, тәжірибе жинақтайтын айтты. Және бұл сабақтар қазіргі ғұмырына әсерін беретін түсіндірді. Ал керек болса, үндінің ұзын шашты гуруы осылай десе, Майкл бұндай әңгімені маған айтпай-ақ қой қарағым дер еді. Періште айтып тұрған соң, не десін? Жердегі сабақтарды періште карма және тәжірибе жинақтау деді. Адам жаңа вибрацияға өту үшін бұрынғы кармалық сабақтан, ескі әдеттен құтылғаны жөн дегенде де айтты. Кармадан құтылу керек дегенде, неге екені Майклдың көз алдына ана жолы рюкзагінде иістеніп, көз алдында жоқ болып кеткен тоқаштағы елестеді. Майклдың ойын оққан періште рахаттанып күліп алды. Екеуінің арасында керемет достық пайда болды. Қызғылт амандасып қоштаспайтыны болмаса, тамаша ұстаз, әрі жолдас. Әр сәт сайын Майкл рухани кемелденіп келе жатқанын сезді. Ал емтихан тапсырған сайын періште Майклдың жердегілердей әдемі сөзі, не ақылына емес, жүрегіне үңіліп тұрды. Майклдың бала күнінен ішінде қорқыныштары болды. Неше ғұмырдан бері келе жатқан бұл фобияларды алып тастау оңай болмады. Алайда Майкл қайсарлықпен бәрін жеңіп шықты. Содан кейін екеуі бір үлкен қораптың жанына келді. Алдымен қорапты періште ашты. Майкл артында тұрғандықтан оның қораптан не алып жатқанын көре алмады. Қанша дегенмен пенде ғой, қорапта не бар қызық болып барады. Әйтеуір бұрылды ұстаз. Мәссаған. Ұстаздың қолында үлкен күміс түсті қылыш болды. Бұл ақиқат семсері. Ұста, деп періште Майкл Томасқа берді. Семсер періштенің қолында үлкен болса, адамның қолында қандай болатынын елестете беріңіз. Семсер өте көлемді, әрі ауыр еді. Ғажап. Қылышта жазу болды. Бірақ әріптері түсініксіз. Не де болса, есімім жазулы тұрған шығар, деп ойлады Майкл. Қане, сермеп көрші. Майкл айтқан не кетпеді. Расында керемет. Семсер жеп-жеңіл. Өзі көтерілгендей болды. Бірақ әрі қарай Майкл қалт-құлт етіп қолындағы дүниесін түсіріп алды. Тоқта, мынау саған көмектеседі. Періште қораптан күміс түсті тағы бір зат алып шықты. Бұл қалқан, деді. Рухани азық алуға келдім ба десем, мені жауға дайындап жатқан сияқтысыңдар. Бәрі сен көргендей, әрі ойлағандай емес, деп жымиды періште. Майкл, бұл қалқанды рухани елім деп танысаң болады. Ақиқатты білген кезде, ол саған үлкен күш береді. Білім бар жерде ешқашан қараңдылық болмайды.
Шынайы ақиқат кез келген түнекті жеңеді. Ақиқат ілім үлкен жарықты өмірге әкеледі. Шындық пен білім әрқашан бірге жүру керек. Мыналарды зілдей қылып қалай көтеріп жүрем? Үйреніп кетесің деп күлді періште. Қорапта тағы не бар? Асықпа. Енді үстіңе киер сауыт бар. Майкл мырс етті. Періште Майклдың қалқанын алып үстелге қойды. Сосын сауытты қалай кию керегін үйретті. Ақжүрек Майкл, сені жоғары деңгейге көтеретін қасиетті 3 құрал бар. Ақиқат семсері, білім қалқаны, рухани сауыт. 3 аспапта үлкен күш бар. Ешқашан бөліп жарып, жеке қолданба. Майкл жаудан қорғанатын тәсілдер үйренем деп ойлады. Өзін тіпті самурай сезініп бір сәтте. Алайда олай болмады. Періште Майклға семсерді төбесіне көтеріп тұру керегін айтты. Майкл айтқан істеді. Сосын періште: Майкл Томас, айтшы, сен Құдайды жақсы көресің бе? Деді дауыстап. Иә, мен Құдайды жақсы көрем. Семсер өз-өзінен дірілдей бастады. Сол сәтте ғайыптан жоғарыда жарық пайда болып, Майклдың бойына құйылды. 3 қасиетті құрал Майклмен бірігіп керемет көрініс пайда болып, ол жоғары деңгейге көтерілді. Қызғылт періштенің үйіндегі сабағы да бітті. Майклдың кететін уақыты келді. Екеуі 3 аптадан бері керемет дос болып кеткен еді. Майкл досын қимай жер шұқып ұзақ тұрды. Ештеңе деме, Ақжүрек Майкл. Саған бір құпия ашайын. Екеміздің арамыз ешқашан ажырамайды. Білесің бе неге? Себебі екеміз бір отбасынанбыз. Әрқашан қасыңда болам. Көресің, деді періште жымиып. Майклдың қолында 2 чемодан және қызғылт кигізген сауыт сайман бар еді. Майкл, мүмкін заттарыңды тастап кетерсің? Солай ыңғайлы ғой, деді. Періште арқаланып тұрған Майклға жанашып. Жоқ, олар жердегі естеліктерім ғой. Олар не үшін керек саған? Майкл ойланып қалды. Енді есте қалу үшін, жақындарымды ұмытпау үшін. Ауру қалса да әдет қалмас. Ескі әдет десеңші. Майкл, тағы айтам, заттарыңды қалдыр. Мен сені жақсы көрем. Естеліктеріңді көздің қарашығындай сақтап қоям. Жоқ, деді Майкл қатқыл үнмен. Қинамайын дегендей періште басын изеді. Майкл шығып бара жатып, кездескенше, деді. Неге олай деді екен? Кездеспеуі де мүмкін ғой. Періште әдеттегідей қоштаспастан есікті тарс жапты. Ойпырмай, осы әдеті біртүрлі, деді Майкл іштей. Сөйтті де бұрын жүрмеген жерге қарай бет алды. Қолында қос чемодан, темір терсек, мықшыңдап келе жатты. Осы заттар расында көмек берер ме екенбіз? Ап-ауыр арқалатып жіберді. Оны жауға шапқанда қолданбасам, несіне қолыма ұстатты? Күңкілдеп келе жатқан Майкл баяғы жасыл құбыжық туралы тіптен ұмытып кеткен еді. Ол әдеттегідей ізінен келе жатты. Майкл 2 сағаттай жол жүрді. Ауа райы күрт бұзылып, күн күркірей бастады. Мәссаған, жұмақта да дауыл болады екен деп мырс етті Майкл. Жаңбыр құятын сияқты. Пана болар жер іздеу керек. Ол чемодандағы кітаптары мен фотосуреттерді су болғанын қаламады. Және үстіндегі сауыты тот басама деп те алаңдады. Шаршағанын басып, кілт тоқтады да алғаш рет артына қарап еді. Алыстан жасыл құбыжық келе жатты. Осы жолы анық көрді. Құбыжық үлкен,
және тығыз денелі екен. Майклдың денесі мұздап кетті. Бұл құбыжық өте қауіпті, деген қызғылт түсті періштенің сөздері есіне түсті. Дауыл өтіп, жол жүру қиындай түсті. Мына үстіндегі сауыты және сөмкесі болмаса оңай жүруге болар еді. Қара дауыл күшейе берді. Ал құбыжық тоқтамай қуып келе жатты. Оның қып-қызыл көздері өте қорқынышты екен. Құлағына көк періштенің даусы естілді. Майкл, картаны пайдалан. Дауыс анық естілді. Майкл бұрын соңды бұндай дауылды көрмеген еді. Дауыл ұшырып кетпесін деп жерге жата қалды. Картаны рюкзактан ала алмай әлек болды. Бір қолымен өсімдікті, екінші қолымен өзіне қымбат естеліктер салынған чемоданнан ұстап алды. Дауыл әдейі соғыс ашқандай ма, қалай? Күшеймесе басылар емес. Көзіне ештеңе көрінбейді. Қараңғы бұлтты дауыл басылар емес. Майклдың құлағына қызғылт періштенің даусы естілді. Майкл Томас, сөмкеңді таста, деген естілді. Майклдың үсті басы малмандай су болып, тоңып дірілдеп жатыр. Алыстан естілген дыбыстан құбыжықтың келе жатқанын анық білді. Дәл сол кезде Майклдың чемодандарын дауыл жұлып әкетті. Сүйікті кітаптары, ата-анасының суреттері желмен ұшып бара жатты. Картаны алып үлгерді. Картаны алып жатып, қолын тасқа ұрып қанатып алды. Ештеңе көрінер емес. Тас қараңғы. Бұл уақытта құбыжық жетіп Майклға бас сала бергенде оның сауытынан жарық жарқырап, ұзын инелер шығып, ұшырып жіберді. Қызық. Майкл ешқандай күш салмай-ақ сауыт өзі жұмысын атқарды. Майкл картаны алып өзінің тұрған жерін және қасында үңгір тұрғанын көрді. Соңғы күшін жинап, үңгірге жол тартты. Үңгір құрғақ еді. Майкл дауылда өліп қалмағанына және құбыжыққа жем болмағанына Құдайға шексіз рахметін айтты. Есін жиған соң бойын ашу ұрза кернеді. Чемодандағы дүниелері бұл үшін бағалы еді ғой. Саған үйден шығарда заттарыңды қалдыр демеп пе едің? Қызғылт періште екен келген. Майклдың қасына жайғасты. Осы сынақтан міндетті түрде өтуім керек болды ма? Деді Майкл. Жоқ. Ең қымбатты заттарымды неге алып қойдыңдар? Сенің таңдау еркіңе араласа алмаймыз ғой, Майкл. Таңдау еркі? Егер чемодандарды жібермегенде өліп қалатын бе едің? Мүмкін. Бірақ сенде таңдау болды. Ақылымды тыңдағаныңда сынағың мүлдем басқаша болар еді. Ал сөмкеңе ештеңе де болмас еді. Сонда да түсінбедім, ол заттар менімен қалса не болар еді? Ешкімге кедергі келтірмес еді ғой. Бұл саяхатта оларға орын жоқ, Майкл. Ол заттар төмен вибрациялы жерге арналған. Сен бұл жерде керісінше вибрацияңды көтеріп жатсың. Неге басында айтпадыңдар? Соңы бұлай аяқталмас еді ғой. Майкл азар да безер болды. Бұл саған жақсы сабақ болды. Қателік жасамау үшін қателесу керек. Чемодандарды жібермегенде не болар еді? Бұрынғы қалпында қалып, әрі қарай жылжи алмайтын едің. Дауыл баяғы санаңа қайта алып баратын еді. Иә, тірі қаласың. Бірақ осыған дейін үйренгендеріңді жоғалтатын едің. Айтшы, ата-анаң есіңде қалу үшін міндетті түрде суретке қарау керек пе? Санаңда сақтасаң болмай ма? Майкл үндемеді. Ол сабақтың мәнін түсінді. Қызғылт, бұл жерде дауыл болатыны қызық екен. Бұл жерде адам болмаса дауыл да болмайды, деп күлді періште. Енді құбыжық жайлы сұрайын деп жатыр еді. Періште қоштасып кетіп қалды.
Жанып тұрған оттың қасында жылынып отырып Майкл ұйықтап кетіпті. Оянса дауыл басылыпты. Ол заттарын жинап жолға шықты. Соңынан ерген жасыл құбыжық көрінбеді. Келесі үй жақын маңда болу керек деп жан жағына көз салды. Расында солай екен.